Бейнеролик Brixbet компаниясының қолдауымен түсірілген, тек сол жерде жоғары коэффициенттер, оперативтік қызмет және де жедел төлемдер. Қысқасы спорттан хабарларыңыз болса және де аз емес ақшаны тез арада көтергілеріңіз келсе, дәл осы компания сіздерге арналған. Brixbet сілтемесі төменде. What 34 жасында португалдық футболшы Криштиану Роналду әлі де әлемнің ең үздік футболшыларының бірі. Ағымдағы маусым Роналду үшін сынаққа толы болды. Жаңа чемпионат, басқа командалар және әрине жаңа қиындықтар. Алайда Рон қиындықтарды жеңе біліп, Бьянконери мен Италия суперкубогы мен Скудеттаны жеңіп алды. Ал тағы қандай футболшылар топ форма жасқа қарамайды деген сөзді негізге алып, керемет өнер көрсетуде. Бүгін білетін боласыздар. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Бесінші орын Джанлуиджи Буффон. 40 жасында кез келген қақпашы топ деңгейдегі футболды көрсете алмайды. Кез келгені тек Буффон емес. 40 жасында Джиджи Ювентуспен қоштасса да басқа европалық топ клубқа ауысып, керемет статистикасын әлі де түсірмеуде. Буффонға чемпиондар кубогы әлі бұйырмай тұрса да, ода әлі кем дегенде 1 жылдай уақыты бар. Сондықтан итальяндық аңызға сәттілік тілейміз. 4-ші орын Гарет Барри. 38 жастағы ағылшындық хавбек мансабының 70%-ын чемпионшипта өткізуде. Әдетте ағылшындық чемпионаттан шықпаған футболшылар мансабын 32-34 жасқа келе аяқтайды. Ал Гарет әлі бұндай ойда жоқ сияқты. Өзінің 38 жасында Барри әлі де 18 жастағы жігіттей керемет футбол көрсетуде. 3-ші орын әрине Златан Ибрагимович. Америкада Ибраны футбол патшасы деп атайды, және де бұл таңғаларлық емес. Өзінің 37 жасында Златан голдарды топ-тобымен соғады. Кейде тіпті нағыз шедеврларды да ұмытпайды. Мысалға тек өкшесімен соққан мансабындағы 500-ші голын алсақ болады. Ибра қай клубта өнер көрсетпесе де әрқашан топ формада, тіпті жойқан Англияда да үздіктердің қатарында болатын. MLS-та Ибра әлі де бірнеше маусым өнер көрсететін болар. Алайда ол әлі де топ клубтарда өзін әлі көрсете алатынына еш күмән жоқ. 2-ші орын Фабио Квалярелла. Итальяндық шабуылшы серияның үздік сұрмергені. 36 жастағы итальяндық шабуылшы 26 голы мен Италияның алтын бутсасын иегері атанды. Фабио ешқашан үздіктердің қатарында болмаса да, әрқашан өзінің міндеттерін өте тиянақты сапалы орындайтын. 1-ші орын Франк Рибери. 36 жастағы Рибери бүгінде Бундеслиганың, неміс футболының және әрине Баварияның аңызды ойыншысына айналды. Рибери Баварияға мансабының 12 жылын арнады. Ал оның Роббенмен түсіністігі Баварияға неше титул сыйламады. Алайда кез келген заттан аяқталар кезі болады, және Рибери үшін бұл 2019 болар. Комментарияға ойларыңызды жазып, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Келесі бейнероликтердің тақырыбын ұсынып, осы бейнероликке лайк басыңыздар. Арнамыздың басқа желдегі парақшаларына жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Келесіде кездескенше достар, футбол бірінші орында.